қойшы айтпаймын. Айтпаймын бұл. Қайт, тоқтай тұр. Нені айтпайсың? Айтпай қойшы бұл. Нені айтпайсың? Жоқ, ана қызға мен сені сүйем деп айтпай қойшы. Ер құлан ғой, ана қызға барасында мен сені сүйем деп айтсаң болды, шалқасаң құлайды, сенікі деді ғой. Ой, ақымақ, ей. Кез келген қызға барып, мен сені сүйем деп танымайтын қызға барып айтсаң. Жоқ, ана қызға қарап, мен айтайын деп барам ғой, айтайын деп барып, ана қызға қарап, көзіне тура қарап, мен сені сүйем деп айтайын десем, ана көзіме тура қарайды ғой. Ал. Сол кезде айтайын деп тұрған сөздерім бәрі дігірік тырқап жан-жақ қашып кетеді. Не істеймін? Ұялшақпын мен. Өйтіп айтпайды, танымайтын қызға барып бұл жеткізіп мен сені сүйем деп айтпайды. Енді үйренсең дұрыс, қасында жүрген кезде мына бізде қайтып айтады ана қыздарға не дейміз деп. Айтпайсыздар ғой. Біз заманымызда соның барлығын 4-ақ ауыз сөзбен жеткізетінбіз. Ол таныма қызға барып мен сені сүйем деуден бұрын оның басы бос па, аты кім бәрін біліп алу керек қой. Расында күйеуі болса қайтем, соның бәрін 4-ақ ауыз сөзбен айтатын біз кезінде. Қойыңызшы 4-ақ ауыз сөзбен не мәселе шешесің? Тыңда. Ана қызға барасың. Ақырын өзіне қаратып аласың. Десең де болды әйтеуір өзіңе жалт қарайды ғой. Сол кезде көзіне тура қарап тұрасың да қиылған қасың. Қиылған қасың. Нешеде жасың? Нешеде жасың? Танысуға бола ма екен? Бос болса басың. Бітті шығар. Болды ма не? Болды міне, осы 4-ақ ауыз сөзбен мен кезінде 25 қыз түсіргем. Неше? 25 қыз. 25? Оның бәрін қайда жібердіңіз? Класстастарыма таратып жібердім кейін. Қалай дедіңіз? Ал, жатта. Қиылған қасың. Қиылған қасың. Нешеде жасың? Танысуға бола ма екен? Бос болса басың. Бос болса басың. Ал, бастап айтып шықшы. Қиылған қасың, Қиылған қасың. Содан кейін? Нешеде жасың? Нешеде жасың? Танысуға бола ма екен? Бос болса басың. Болды ғой. Болды ма? Айт енді, ал айт. Айт енді. Айтайын ба? Ал, айт. Қиылған қасың, домалақ басың. Өзің басың домалақ. Қиылған қасың, нешеде жасың? Танысуға бола ма екен? Бос болса басың. Болды ғой. Жаттап алдың. Қиылған қасың, нешеде жасың? Танысуға бола ма екен? Бос болса басың. Болды. Осыны әнге салып жіберсең де береді. Любой әнге келе береді. Қиылған қасың, нешеде жасың деп айта бересің. Ымпақ. Болды, ыңғақ деп. Так, енді қазір онда бір дайындық жасап алайық. Тұра тұр. Дайындық? Қазір бір қыздарға айтасың соны. Қыздарға айтасың. Қыздарға айтпастан бұрын. Анау жақта отырған анау екен, апай отыр екен, сол кісіге айтып дайындалып ал. Содан кейін жас қыздарға айтасың. Ол кісі қатең болса түзетеді, дұрыс емес деп айтады, сол кісіге қарап айтып, не отыр ғой? Қане айт. Үлкен апайың отыр, айт. Қорқпай, дайындалып ал деймін. Үлкен кісі ана ғой, тәрбиелеп, мына жерің дұрыс емес деп ақылын айтар. Алдымен сол кісіге айт, дайындалып ал. Апайға ма? Иә. Не? Қорықпа, айта берсейші. Бір түрлі күн өзі. Ой, неменес бір түрлі, сен үлкен апайларға айта алмай тұрып, қызға қайтып сөз айтасың енді. Енді апайымда кезінде қыз болды ғой енді. Ой, құдай. Енді айтшы да. Қорықпа, алды. Айтайын ба? Ал. Айтам ғой? Айт. Мынау, кей! Ой, алшақ. Ой, не? Бол енді. Апай не ғой? Қиылған қасың, нешеде жасың? Танысуға бола ма екен? Күйеуің жоқ болса... Күйеуің жоқ болса сен танысуға бола, бос болса басың. Бос болса басың. Не ғой? Қиылған қасың, нешеде жасың? Танысуға бола ма екен? Бос болса басың. Молодец, ду қол шабалақ мінеки, молодец. Әкел. Болды. Енді любой, осы жерге қазір кім келеді, соған айтасың. Болды, дайындалып тұр. Қиылған қасың, нешеде жасың? Танысуға... Әне келе жатыр. Ойба, енді осыған айтпасаң болмайды, әне келе жатыр. Ал, дайындал, мен былайрақ тұра тұрайын, сен айт соған. Мақұл ма? Сіз алысқа кетпеңіз. Алысқа кетпеймін, осында тұрам. Ойбай, алысқа кетпеңіз. Алысқа кетпеймін. Қайтала. Қиылған қасың, нешеде жасың, алысқа кетпеңіз. Мен ұялшақпын, білесіз ғой. Кішкене бер таман тұрыңыз, қараңғы жайын тұрыңыз. Қиылған қасың, нешеде жасың. Қорықпа, айт. Автобус осында тұра ма? Айтайын бұл? Айт, бар. Сіз былай істеңізші, музыка беріңізші. Музыка дейді? Айттыңыз ғой, музыкамен айтуға болады деп. Енді мен құрдан айтамайым ғой. Андай, ыңғаққақ, ымпақпақ. Бұра беріңізші. Ал кет. Ыңғаққақ. Билеп барайын. Ыңғаққақ. Қиылған қасың, нешеде жасың? Ыңғаққақ. Танысуға бола ма екен? Ыңғаққақ. Бос болса басың? Ыңғаққақ.
Ей, сен маған айтып тұрсың ба? Апай-ау, сізге айтпағанда сумкаңызға айтпаймын ғой. Сізге айтып тұрмын ғой. Музыка. Оркестр керек шығар. Аңғаққақ, 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 аңғаққақ. Қиылған ақыл Қасым! 45-те жасым. 5 балам бар күйеуіммен. Бос емес басым. Қараң қалғыр. Әр түр. Уйбай. Бүлдірді. Оңдырмады. Ойбай. Болды. Тұр. Сумкасында акарашка ма бірдеме бар ау деймін. Сумкасына тастамаған ба? Акарашка ғой. Акарашка. Не құрмаса ерітіп алмай ма? Болды. Шыдаш. Осындай болады. Кез келген қыз бірден көне кетпейді ғой. Ақырындап өсіп бірте адам болып кетесің. Солай ма? Сен кетпейді. Ер кезек үшке дейін дейді, әрі қайда, ойбай. Жақсы. Ойбай, келе жатыр, ал, болды, дайын. Кім? Болды. Қолында сумкасы жоқ па? Жоқ. Жас 45 емес па? Нормально, ары қарасың. Алысқа кетпеңізші. Кетпеймін, ары. Окраскасы жоқ па қолында? Жоқ, қарасың. Қиылған қасың. Нешеде Ойма. Қай жеріне қарап тұрсың, айтшы. Асқар ағамның әдемі ғой. Анау бар ғой, Түріктің сериалындағы кім бар ғой, Шехризаттан аумайды ғой. Енді айт. Шехризаттан. Айтайын ба? Ал да. Бастаңыз. Сіз мына жаққа тұрыңызшы. Ал кет. Аңғаққақ. Қиылған қасың, нешеде жасы. Аңғаққақ. Асқар аға, Не болды? өтпей қалдым мынаған. Не істедің? Мына бар ғой, мынау жас қой. Ә. Біздің ана аңғаққақ түсінбейді. Бұған өзіне лайықты, заманына сай, әдемі ән керек. Современный. Оны қайдан табам мен? Анау бар ғой, анау. Кім еді анау? Бақай тобы бар ғой. Бақай тобы. Соның мынау осылар жақсы тыңдайды. Ол қандай? Кім кінәлі? Аққайын құшақтап қыз жылады. Асылы бөліп қалды. Дейма бір ән бар ғой. Соны айтыңызшы. Мен сонда қазір тұрып алып тұрайын үшін саған. Енді мынау түсінбейді ғой, жастардың әні ғой. Енді оны қалай не қылады? Анау бар ғой, анау. Оны былай дейді мына. Реп дейді. Оны былай десе. Дүкс. Ой, дүкс қалдырап. Ал, баста. Ал кет. Олар қалай билеу жүреді? Ауыңды төмен түсіресің де талтаңдай бересің, болды бәрі би болады. Қане, баста. Қиылған қасың, нешеде жасың, танысуға бола ма екен, бос болса басың. Йоу, кім кінәлі, аққайын құшақтап қыз жылады, асыл өліп қалды деп қойсың. Шындау дей ме? Чувак, тебе чего? Повтори, а? Спасибо, прогноз погоды, до свидания. Қайда кетті, не болды? Не дейді? Орысша сөйледі ғой. Не дейді? Күн жуақ дей ма бірдеме дейді. Тағы не деді? Повтори дей ма бірдеме. Повтори десе қайтала деген сөз ғой, оны ақ қалдыңыздар. Қайтала, ал кеттік. Ұнатып қалды ба не? Барын салайын, барын сал. Ауызым ауырып кетті ғой, айналайын. Айтам. Болсын şimdi. Ал кеттік. Қиылған қасың, нешеде жасың, танысуға бола ма екен, бос болса басың. Йо, кім кінәлі, аққайын құшақтап қыз жылады. Йо, асыл өліп қалды. Музыкант, музыку, пожалуйста. Музыка дейді. Келініңіз музыка деп тұр. Тегін Ямахан тапты ғой. Ал.
Қиылған қасым. Ят болды. 18-де жасым. Оқым бар, тоқым бар. Бос емес. Басым. Ай! Алло, Зая. Мне какой-то мамбет тут пристал. Какой-то қиылған қасым, что ли, говорит? Мәмбет емес қатым. Мәмбетпін деп танысқасың ғой анаумен. Мәмбет дейді ғой, мәмбет емес қой мен қатым. Ой, сенің бас. Асқарға. Ештеңе етпе. Не болды? Керек жоқ, қыздарыңыздың керек жоқ болды. Керек жоқ емес, айналайын, шыда, кездесіп қалады. Жоқ, Ол бәрібірдей келісе бермейді, кездеседі қазір. Айттым ғой, ер кезек үшке дейін. Енді бір қызға айтамыз, ол болмаса кетеміз. Мойнымыз арып кеткен жоқ па? Жоқ, бұзарған жоқ, бәрі нормально. Ойба! Неме? Ана жақта бір ұялшақ қыз келе жатыр. Ой, қойыңызшы. Ойба! Ойбай, ал дайындал. Не болды? Қайсы? Өтіп кетті ғой. Не, мұнан жылқы шауып өтіп кетті ме, не өтіп? Бір нәрсе болды әйтеуір, су өте түсті. Ат шауып өтіп кетті ғой, неме? Бір нәрсе болды әйтеуір. Немене? Алаңғар жерде. Мынау немене? Күзелмеген айғыр құсап ат шықты. Басын бір жыл жумаған ба? Киіз болып қапты. Айтайын ба? Айт. Асқараға билеуге желание жоқ. Өзі билеп тұр ғой, қарасайшы әдеке. Қайсы? Ой. Қиылған қасың, нешеде жасың, танысуға бола ма екен, бос болса басың, еу, күн әлі ақайын құшатып қыжылады, асыл өлі қалды. Жақындаман. Қиылған қасым, 25-те жасым, танысуға болады, бос менің басым. Ой, әне, келді, қол шапада қоймай, табыстығы мінек. Бәрекелді, ал бар енді. Асқараға айтыңызшы, екі баласы бар, әйелі бар, ажырасқан, басында 25 мың доллар кредиті бар, качакта. Ақымақ көніп тұрған қызға қайтып бармайды, бар жүгірді. Бәрекелді, ал. Сендерге әрдайым орын бар, Ақтау төріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар. Бәрекелді, өміне. Асқараға, болды өлең айтып терлемей қойыңыз, боссыз болды, бәрі беріңіз. Табатыңызым тау болдым, болды, керек жоқ. Ернар, біздің заманымызда қыз қысып сүйгенше деген мақал бар, сүймесең сенікі болмай қалады. Сонда мен сүйем айт деп тұр ғой. Куә болыңыздар. Ал сүй енді, көрейік. Куә болыңыздар. Мен сүйгенде, анау-мынау ерінен сүйем ғой. Куә болыңыздар, мен қалай сүйеді екенмін қазір. Көресің, ол халықтың көзінше сүйу керек та. Жасырып, пасырып.